Ассалаумағалейкум, жігіттер, қалайсыңдар? Бұл видео тек қана жігіттерге арналады, қыздар көрмей кетіп қалыңыздар. Сіздерге арналмайды бұл видео. Жалпы алдыңғы видеода вазержания, яғни мен бір ай ұстадым вазержанияны. Қалай болды, не болды, қалай өзімді сезіндім, қандай нәтижелері болды, соның барлығын бөліскен болатынмын сіздермен, жігіттер сендермен. Ал енді екінші ай. Сол бұрынғы бір айда алған нәтижелерім қалды ма? Не болды, не өзгерістер болды, қандай қызық мәселелер болды, солардың барлығына сұрақтарға жауап беретін боламын осы видеода. Видеоның соңына дейін болыңдар жігіттер. Бұл видео менен гөрі сендерге қызығырақ және пайдалырақ болады. Жігіттер, сонымен ең бірінші вазержания не үшін ұстайды? Жігіттер соған келе кетейік. Ең бірінші тестостеронды көтеру үшін. Бұл тестостерон деген еркектегі ең маңызды гормондардың бірі. Бүкіл нәрселерге адам еркектің өміріндегі бір белгілі бір маңызды бөліктерге жауап беретін бұл гормон. Ал енді тестостерон гормоны. Гормон не нәрселерге әсер етеді десек, мысалы қарым-қатынасқа. Мысалы сен бір қызбен сөйлесетін кезде бірінші қадам жасауға сен яғни күш-жігерің жетпейді. Ал жұмыстан келдің одан кейін артық тірліктер, мысалы бүйтіп ақша тапқың келеді, движение қылып, оған да күш-жігерің жетпей, үйде жатқың келеді, неғылың келеді. Телефон шұқылап, достармен шығуға артық күшін жоқ, оның үстінде ынтаң жоқ. Апатия, депрессия, жалғыздық сезімі жүректегі. Соны аталған нәрселер, яғни көп нәрсе сол белгілі бір гормонның аздығынан болып жатады дейді. Сондықтан, яғни сол нәрселерді болдырмас үшін еркектер ғаламтор желісінде вазержанияны ұстап жатыр уақытша. Ал енді жігіттер, мен сіздермен бөлісемін, өзім қалай сезінемін, не болып жатыр, не қылып жатыр. Қысқасы кеттік оны тағы да. Сонымен жігіттер, бірінші айда қандай өзгерістер болды, соны еске алып кетейікші қысқаша. Ең бірінші ұйқыдан ерте тұрып бастадым. Екінші артық жұмыстар жасап бастадым, таксовать етіп. Үшінші демалыс күндері тауға жүгіріп бастадым, тау жаққа қарап. Ал бірақ оған дейін үй жақта жүгіре салатын дедім. Одан кейін артық күш пайда болды, өзімді кішігірім, яғни өзім сезіндім, яғни нәтижесін вазержанияның бір айлық. Екінші айға келетін болсақ, жалпы ауыз толтырып айтарлықтай қатты бір өзгерістерді байқаған жоқпын. Бірақ та мен ойлаймын, мен денем үйреніп бара жатқан сияқты осыған. Яғни вазержанияға, яғни соны үйретіп бара жатқан сияқты. Өйткені мысалы бұрын ұйқыдан қиналмай тұратын мен. Ерте 6 сағатта бірінші айда. Ал қазір 7:30-да 7-де тұрып жүрмін. Екінші ай кеткен екен. Үйреніп қалды деймін дене. Ал кәдімгідей қыздарға әлі бар құштарлық. Бұрын мүлдем жоқ еді, ол әлі бар құштарлық. Ал үшінші тез, яғни мен тез түсінетін болдым. Бұрынғыдан қарағанда кішігірім болса, өзім қателіктерімді бірдеңе істеп қойсам тез түсініп, тез әрекет жасайтын болдым. Онымен қоса жігіттер, вазержанияға дейін мен үйді жинап редестіретінмін әр апта сайын. Ал қалай вазержания ұстап бастадым, 2 айдан бастап үй жинауға деген ынта-жігерім төмендеп кетті. Онда артық мелочь кішкентай тірліктер үйде істегім келмейді, шыдамым жетпейді оған. Тез жүруге. Оның үстінде ақша табуға, қимылдауға, яғни бел болған дұрыс деп білемін. Одан кейін далаға шыққым келеді көп. Далаға шығып қыдырғым келеді. Көп шыққым келіп бастады. Мысалға, менен далада көп далаға шыққым келеді. Ал бұрын вазержанияға дейін үйде жатсам болды. Оның үстіне жігіттер, алдын вазержанияға дейін мен тамақ істейтін, үйде тамақ істеп өзім қарайтынмын. Ал қазір вазержания ұстағаннан кейін мен тамақ істеуге ешқандай мен шыдамым жетпейді. Пельмені аламын да, пельмені салып қайната салам болды. Картошкасын да самаймын ғой, пиязын да самаймын. Ал бұрын пияз, картошка бар не қылатын. Шыдам дедім. Ал сол байқасам, мен яғни терпеливый дейміз ба, шыдамдылығым төмендеп бара жатқан сияқты вазержания ұстағаннан кейін. Сондай өзгерістер байқадым мен. Ал енді кішігірім оның барлығы, яғни арман мақсатқа жету үшін ғой бар арналған. Яғни бұдан вазержаниядан бөлек неше түрлі визуализация, біраз нәрселерді көріп өміріме, яғни тәжірибеге салып көріп жатырмын. Болашақта егер нәтижесі беріп жатса, сіздермен әрине міндетті түрде бөлісетін боламын. Оның үстінде визуализация ретінде мен мысалы Инстаграмнан көріп қаласың ғой күшті нәрселерді.
Бирөөлөрдүн анда одеколондор болот, сагаттар болот, әдемі коюп коёду го үйгө. Ал менде коюп койдум. Алардын баардыгы пустой, бирок агамдыкы, энимдики го. Баары пустой. Onun баары пустой, сагаттар истемейт да. Истемейт сагаттар. Кудайга шүкүр, әйтеуір бир Nexi машинам бар. Сонымен жаймен яғни алға жылжып жатырық. Алла қаласа, әр менің жетістіктерімен барлығымен бөлісетін боламын, жігіттер сендермен. Сонымен қоштаспаймыз, келесіде кездескенше. Жақсы жігіттер.